Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай қойдың құйрық майын дәмді етіп дайындаудың жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге жаңа сойылған қойдың құйрық майы қажет болады. Енді осы майымызды дәл видеодағыдай шамамен 2 саусақпен өлшіп, кесіп шығамыз. Менің ыдысымда 4 литр су қайнап тұр. Шамамен осы 4 литр қайнаған суға мен 4 ас қасық тұзын қостым. Жақсылап араластырып, құйрық майымызды қайнаған суға салып, жарты сағаттай қайнатып аламыз. Осы мезетте екінші кастрюлемізге де су қайнатып, 4 ас қасық тұз қосып, араластырып, жарты сағат қайнаған құйрық майды енді 3 минутқа салып тағы да қайнататын боламыз. Сол кезде біз майымызды иісі қалмайтын болады. Мінекей майымызды сүзіп алдық, суыды. Барлық жеріне бірдей етіп тұзымызды сеуіп, жақсылап тұздайтын боламыз. Келесі кезекте қара бұрышымызды да видеодағыдай барлық жеріне сеуіп шығамыз. Ең соңында өткіштен өткізілген сарымсағымызды жағып, тоңазытқышқа 1 түнге қалдырып қоямыз. Мінекей 1 түн өткеннен кейін біздің құйрық майымыздың тұзы, сарымсағы сіңіп дайын болады. Келесі кезекте майымызды осылай видеодағыдай ұзыншақ етіп кесіп шығамыз. Енді қызыл бұрышын жағып шығуға ыңғайлы болсын деп, мен осы ұзын кесінділерді ортасынан тағы да 2 бөлікке бөліп кесіп шықтым. Ең соңында осылай ыдысқа қызыл бұрышымызды сеуіп, құйрық майларымызды барлық жағын осылай аударып жағып шығатын боламыз. Мінекей осылай дәмді болып шығады. Енді арнайы ыдысымызға салып, қақпағын жауып, тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Және де кез келген уақытта турап дастарханға ұсынсаңыздар болады. Видео ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.